Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек жұмсақ болып шығатын булочка пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды саламыз. Одан соң қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан соң сары майымызды салатын боламыз. Сары майымыз міндетті түрде ерітілген сары май болу керек. Оны салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды барлығын сала салмаймыз. Екі бөлікке бөліп салатын боламыз. Бірінші бөлігін салып алып араластырып аламыз. Одан соң екінші бөлігін салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң осылай сұйық май қосып жібереміз. Сонда біздің қамырымыз қолға жабыспайды және де жұмсақ болып шығатын болады. Қамырымыздың бетін осылай пакетикпен жауып, жылы жерге 1 сағат көлеміне қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Үстеліміздің үстін осылай майлап алатын боламыз. Қазір қамырымыз жабыспау үшін. Қамырымызды осылай жасап, дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Қамырларымызды таразыға өлшеулеріңіз міндетті емес. Менде бірдей масса шығу үшін солай өлшеп жатырмын. Келесі дөңгелектеп қойған қамырларымызды листімізге салып, осылай бетін пакетикпен жауып, көтерілгенше қамырларымыз қойып қоятын боламыз біраз уақытқа. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың бетінен осылай басып, кесіп шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай кесіп аламыз. Біз гүлдің формасына келтіру үшін осылай жасап жатырмыз. Мінекей бізде осындай гүл булочка пайда болды. Келесілерінде солай жасай беретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де мені видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мінекей барлығын жасап болдық. Енді мен ортасына варенье салатын боламын. Сіздер джем немесе варенка салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Келесі булочкаларымыздың бетіне жұмыртқаларымызды жағып шығатын боламыз. Піскен кезде әдемі жылтыр болып тұру үшін. Одан соң мен осылай мак пайдаландым. Сіздер пайдаланбасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз булочкаларымызды. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болып шықты. Ас болсын.